Кемінде тұрса мені айыр ұстай алмасын сенің менің. Ой, әне айыр келеді. Сені ма қаппәлем? Тоқта дедім мен саған. Ой, қолынан келсе ұстап ал. Қазір ұстап алсам сені жеп қоям. Ой, басыма көмек беріңдер. Тығылып қалдым ғой. Мынаны қара, түлкіні айып қуып келе жатып, айып тесікке тығылып қалды. Қойшы, сен неге күліп тұрсың? Осы көргенімді біреуге айтсам, мен сені жеп қоямын. Ой, айып, мен ештеңе көргенім жоқ, білмеймін, ешкімге еш нәрсе айтпаймын, ант етемін, айтпаймын. Сөз бердім, қара бірақ. Ой, мен жаңа түлкіден айымды қуып келе жатқанын көрдім. Сөйтіп түлкі тесікке кіріп кетті. Аю оны қуып тесікке тығылып қалды. Қойшы, сен неге сөзіңде тұра алмадың? Неге ауыл ішінде болған жайды әндетіп отырсың? Мені ұятқа қалдырдың ғой. Енді сені жемеске болмас. Аю, мені жемеші. Мұнда маған 3 күн рұқсат берші, бала-шағаммен, ағайын-туғаныммен қоштасып келейін. 3 күннен кейін жей ғой мені, мақұл. Жарайды, 3 күннен кейін осы жерде боламын мен. Мен аю şeytan болдым. Ай, қойшы, не болды саған? Мұңдысың ғой, жылап отырсың, тыныштық па, не болды? Бәріне сен кінәлісің, сенің кесіріңден мені айып жемекші. Бағана сен тесіктен өтіп кеткен едің. Сенің тесіктен өтіп кеткеніңді көріп, аюдың тесікке тығылғанын өлең етіп айтып жүрген едім. Соған енді мен сені жеп қоямын, жеймін деп мені қорқытты. Маған 3 күн рұқсат берді. Не болып қалды екен десем, болмайтын жайтқа бола сонша уайымдаудың не қажеті бар? Осында 3 күннен кейін кел, аюдан сені құтқаруды жақсы тәсілін айтамын. Сол күні ұзақтан шам көргенде аюдың назары сонда қарап, сол кезде ол қызыға сенен сұрайды, мұнда не болып жатыр деп. Сол кезде сен ханның әйелі аюдың жүрегін жегісі келіп жүр екен, қол астындағы барлық жұмысшыларына аюды іздеуді тапсырыпты деп айтсаң болғаны. Қашып тығылуға жер таппай, аю бар айтқанымызды орындайды. Сонда сазайын тартқызамыз. Ойымдағы барлығы жақсы болады. Әне міне дегенше арадан 3 күнде өтті. Ай, Құдай-ай, осы аюдың жейтін күні де келді-ау. Енді онан құламайтын болды. Қойшы, ана жерде не ол шаңдып жатқан? Патшаның солдаттары ғой. Патшаның әйелінің аюдың жүрегін жегісі келген екен. Соған солдаттар аюды іздеп жүр. Ой, қойшы, көмектес маған, жасыр мені. Енді не істеймін? Қайда жасырма мені? Енді қайтемін? Аю, мұнда кел, мына қаптың ішіне кірсең ешкім көрмейді. Мен сені қаптың ішіне жасырып қоямын.
Бол, тездете ғой, жақындап қал, тез. Жарайсың, қай болып бәлі, қапты болсын бойда. Қолға түстің бе қап бәлем, енді жазаңды. Ала ғой. Міне саған. Ақың осы сенің. Міне саған. Ой, Түркі, рахмет саған. Сен менің жанымды сақтап қалдың. Енді сол үшін есесіне не сұрайсың? Ал айта бер, қалаған затыңды беремін. Не сұрасаң да сенен ештеңемді аямаймын. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Мен саған қарыздармын. Қарыздарсың? Иә, сен маған қарыздарсың ғой. Қалағанымды айта берейін бе? Орындайсың ғой. Ал онда маған сенің 2 берегім керек болып тұр. Ай, бұл не дыбыс? Ой, бағана келе жатып, тазының күшігін жұтып қойған едім. Енді сол сыртқа шыққысы келіп қыңсылап жатқаны ғой. Аузымнан шығып кетейін деп тұр. Ай, не дейді? Құдай-ай, қайдағы тазының күшігі? Тоқта, қоя тұр. Аузымды жаба тұр, мен кішкене анда барып алайын, иә? Жарай ма? Жарайды. Мейлі, жаба тұр. Кішкене қалды. Аспа, кете бер. Аузымды жауып тұрмын, жауып. Кете бер. Қандай рахат, досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды.